Депутаттық сауал Тамара Дүйсеноваға. Құрметті Тамара Болсынбекқызы, Қазақстан Республикасында әлеуметтік әлсіз топтар жылдан жылға көбейіп жатқан өзіңіз де жақсы білесіз. Қараусыз қалған қарттар, асыраушысынан айырылған көп балалы отбасылар, әлдекімнің жауапсыздығынан жалғыз қалған жалғызбасты аналар, тағысын тағы тізбектей беруге болады. Бірақ солардың ішіндегі ең қорғансызы деп, тәні де, жаны да жаралы мүгедектігі бар жандарды айтуға болады. Әрине, тағдыр жаралаған адамдарда өз өмірін өзгерте қоятын таңдау жоқ екендігін барлығымыз білеміз. Алайда сол тағдырдың алдында таңдауы жоқ адамдарға мемлекет неге қисынсыз таңдау қоятыны түсініксіз. Ол не таңдау десеңіздер, мүгедектігі бар жандар зейнет жасына келгенде не зейнетақы, не жәрдемақыны таңдауға мәжбүр. Бүгінгі депутаттық сауалының негізгі тақырыбы осы. Құрметті Тамара Болсынбекқызы, жұмыспен қамтылмаған адамнан зейнетақы қорына еш қарызы түспесе, зейнетақысы қанша болатынын ойлай беріңіз. Бұл мәселенің негізін қарасақ, халықаралық еңбек ұйымының мүгедектігі қарттығы және асыраушысынан айырылған жағдайы бойынша 128 конвенциясына сәйкес жәрдемақы нақты еңбекке жарамдылық кезінен зейнеткерлік жасқа дейінгі адамдарға беріледі. Осылайша кодекстің 178 бабының 2 тармағына сәйкес зейнеткерлік жасқа толған кезде мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы төлеу жасына байланысты тоқтатылады немесе қайта қаралады делінген. Енді мұртқа өкпелеп жүргенде сақал шықтының кепі. Еңбек өтілі 1998 жылдан бастап жұмыс істеген мүгедектігі азаматтарға зейнетке шыққанда тек зейнетақы қорында жиналған қаражат қана бөлініп берілетін болады. Ол дегеніміз, қорға қаражат аудармайтын мүгедек жан ештеңесіз қалады деген сөз. Иә, сіздер мүгедек өздігінен ерікті түрде қаражат аудару керек деп айтасыздар. Бірақ 95 мың теңге жәрдемақы алатын мүгедек несін аударады? Демек, мүгедек зейнетақысыз қалады деген сөз. Сонда қалай? Зейнетке шыққан мүгедек қайтадан қартайған шағында құлан таза сауығып кете ме сіздердің ойларыңызша? Біле білсеңіздер, 3-ші топ санаттағы мүгедек адамның өзі не қолы, не аяғы жоқ адам. Бүгінде 1-ші топ 95 мың, 2-ші топ 79 мың, 3-ші топ 69 мың теңге жәрдемақы алады екен. Сол себепті әлеуметтік кодекске өзгертулер енгізу арқылы осы жәрдемақы мен зейнетақыны қоса беру керек. Ондай болмаған жағдайда еңбекке қабілетті мүгедектерді жұмыспен қамту қажет деп есептейміз. Қазақстан Республикасының үкіметінің 19 жылғы мамыр айының 326 қаулысы бойынша Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және тұрмыс сапасын жақсарту жөніндегі ұлттық жоспары 25 жылға дейін ғана бекітілген. Сонда мүгедектігі бар жандардың жағдайын 25 жылға дейін жақсартқан түріміз осы ма? Неге біздің мүгедектігі бар адамдардың мәселесін айтқанда, ол баяу іске асады? Егер бұл мәселенің оң шешімі табылмаса, онда еліміздегі кедейшілік шегі автоматты түрде өседі. Азаматтардың кедейшілік пайызын төмендетеміз деп жатқанда қайта өсіріп алмайық. Себебі елімізде 1 миллионға жуық мүгедектігі бар жандар бар. Осы 1 миллионға жуық азамат автоматты түрде кедейшілік шегіне енетін болады. Жоғарыда айтылғанды ескере келе ұсынатыным. Мүгедектігі бар тұлғаларға зейнет жасқа жеткенде де жәрдемақысы тоқтатпай қоса берілуінің жүйесін қарастыру. Әлеуметтік кодекске өзгертулер мен толықтырулар енгізу қажет. Мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету жөніндегі тұрмыс сапасын жақсарту жөніндегі ұлттық жоспары 25 жылдан кейін де жалғасын табуы керек. Құрметпен ауыл фракциясы депутаттары, инклюзивті парламент тобының депутаттары. Рахмет.